Концертimiz рекламасын көрген болсаңыз, концертімізде жанлы хавас һәм фонограммадан пайдаланады деді. Сол жанлы хавас мен. Әзіздер, концертімізді давам етіреміз. Тек қана бізе мейманда қосышылар емес, ажайып команда бар. Қошеметлеп отырайық, ортада Pegas Show командасы. Мархамат. Hürmetli қаралар, бәршіміз карантин қағидаlarına amel etкен халда неше ай өмірімізді өткердік. Концерт деген нәрселерді сағындық. Енді қатая бермей, поддес беріп күліп отырайық. Себебі 50 мыңға билет алып көру анау-мынау адамға емес. Өшірей телефоныңды видеоға алмай, өліп баратсаң ба, ертең шығады ютубқа кіттей күтсең. Арттағы екі қыз пышарласа бермей отырың ілтімас, нәппәлі ол таусалмайтын гәп. Кешіресілер, қызып кетіп пе. Сахнада Pegas Show. Қаратау концертінде 40 градуста отырған меймандар, ассалаумалейкум! Жігітлер, Қаратау алтын тойларын атқарат неді? Енді концерттен атқарат мұған ба? Жігітлер, Қаратаудың концертіменен тойлар бір-біріне ұсайды екен. Қалай? Мысал үшін бар ма? Той басталған кезде ең бірінші қайырға барасың? Списіге. Міне отырған мейманларда 50 мыңнан списіге жазылып отырыпты. Тимур, ана жердегі отырған мәресалар ма? Мәресалар, олар қыз тәріптегі жеңгелеріміз деп алады. Қалыз, мысал үшін күйеу бала келген кезде қаталарын тексеріп кіргізе ма? Оларымыз сонда тексеріп кіргізеді. Дұрыстай, ана тойлар бар ма? Тойны? 5-те кеш бастанады ғой. Мына концерттен сондай ғой, уақытында бастаған күні жоқ. Ай, жігітлер, мына кеше карантинде айрым тойларымыз ұсындай болып өтті ғой. Ана бір тойхананы жаллайды, мына қыз ұзатылуда ішінде, бет ашарда ішінде, комсомол тойда ішінде. Ана көйлекке кеткен екен пак той ішінде де юбилейді жібереді ғой ішінде. Осы концерт болып отқан залам тап сондай ал. Қандай? Мына наркомания қарсы күрес, конституция, концерт, театр, бәрі соның ішінде. Әжеклер, тойдың ақырында келінге вальсі болады ғой. Сол кезде мейманлардың, қонақтардың бәрі қайтып кетеді. Бүгін концерттен сондай болды. Қандай? Концерттің ақырында қауендерімізге деп атқан кезде ол мәхәммет тұрып қайтып барады. Ал жігіттер мынаны ұлуыма байланыстыра алмайсың. Не зат? Бет ашар. Бет ашар. Байланыстырып берейін ба? Байланыстырып берейін ба? Мына экранға қараң. Ана бетінде смайлигі бар баланы көрдіңіз ба? Соның беті ашылмаған ғой. Кімнің беті ашылмаған дейді? Кімнің беті ашылмаған? Әжесі, ана қызды не үшін ашықтыңыз? Не үшін сен бастады? Кетер, анаға барып. Негіз бағана маршрут тоқтатып тұрмай ғой бедім. Суықта қолым қатып қалды. Сөйтіп бетке атырып, анағыз алдыма шықты да ілініп кетті. Еледе қолынан деп қатқан маған керек. Неге алып жүрсің, ана смайлик деп? Жас смайликті ма? Білетін шығарсыз, өткен жылы негізі Қаратау бар едім мен ішінде негізі командада. Бар еді. Бар едім. Әне білет бәрі. Біліп отырсыз соны. Сол кезде бар едім. Қазір жоқпан. Қалқа қарауға бет жоқ, бетім маскамен жауып жүрмін. Зато жақсы болды бұларға. Зато бар ма, неді, Қаратаудың концертіне деп келіп отқан жоқ. Ярына сол смайликтің артында кім екенде көруге болдырған аламын. Осы концерттен кейін атым смайлик бас болып кетпесе болады. Айжезаға кеген жақсы болдына. Расында сахнаға шығып бір қорып тұрма рас. Қорқпа. Бәрі өздеріңізде адамдар. Бәрі өздеріңізде адамдар. Қорқпа, Қарақалпақта мынандай гәп бар. Қандай? Қорққанның. Оп. Қорққанның қолынан есап келмейді деген.
айтыңдар болмаса жүрегің біртүрлі болып барады. Жүрегің біртүрлі болып тұр ма? Жүрегіңе анандай бір маздай бір йод бар да, йод не қандай? Мазға ұқсайтын йод. Соны жағасаң нормально кешетін сияқты ғой дейсің. Қандай дейді? Маздай йод бар да, йод. Соны жағасаң, сол нормально кешетін біздердің. Қандай дейсіз әжеңіз аға? Маздай йод. Маздай йод деп атпаңыз, мазға ұқсайтын. Соны жағасаң нормально кетеді болған. Кеше сол маздай йодты алып кетірген ғой. Сөйтіп сындырып алдым, дал-дал йод болды жаңағы. Дал-дал болды жаңағы йод. Дал-дал йод болды жаңағы жерде. Қандай дейді әжеңіз аға? Дал-дал йод. Пішіп кәпке түсмейді. Дал-дал йод болды деп отпаған. Сіздерге бір жақсы бір жаңалықты айтайық. Әжеңіз аға жақында үйленді. Ана үйленгеннен кейін асадай деген болады ғой. Қай жаққа бардыңыз сол? Мексикаға бардым. Мексикаға демалып алып қайттым. Ана бір торго деген ойын бар ғой, өгізбенен ойнайтын. Қызық болған шығар, қызық болған шығар. Соны ойнадым. Сөйтіп, өгіз мынадан кейін ұрдыма дейсің. Әжеңіз аға, үйлендім деп жатсыз, балалардың нешеу? Түсіндіріп айтып жатырмын ғой. Өгіз мынадан кейін ұрдыма дейсің. Оны түсіндім аға, балалардан нешеу? Түсіндіріп айтып жатырмын ғой. Өгіз мынадан кейін ұрдыма дейсің. Әжеңіз аға, оны сізді айта бермең, ана камера түсіп тұр. Ертең телевидениеге шығады ғой. Өгіз түсінбейді ғой ол. Аға, концертке шықтық. Ертең бізе звезда болып кетеміз ғой енді. Өйтіп звезда болу қиын қазір. Қазір ең аңсат жолы бар звезда болып кетудің. Мен звезда. Инстаграм, телеграмға кіретіндер бәрі біледі. Сен бүйтіп қатты звезда болғың келсе, 3-4 шар аласың, үпілейсің, бір қыз тауасың. Сөйтіп бір любой ресторанға барып, жаңағы шарды жарып, бір ойнайсың. Ертесіне сенге звезда болып Әжеңіз аға, мен қалай звезда болсам ба? сен бүйтіп, бір қыз тауып, ол қыз өзің қыстың сол күні шоктырсын қыз кеткенге. Қыз кеткенге ма? Қыз кеткенге. Сен барып соны құтқарасың. Ертесіне екеуіз ақ звезда болып кетесіз, жастар орнына плюс қосаласың. Аға, қыстың күні қиын ол, қыстың күні қиын ол. Бұлай танысымен қиын болып кетуге болады ма бұлай? Танысуын білесің ба? Білемін. Бұл как раз сен шашыңды өсіріп, ұзын қылып, сөйтіп көк бір киім тауасың, көк шотик тауасың, сөйтіп қыз кеткеннің қасына барып шпагат ашып тұрып, ойнайсың, ертесіне звезда салып. Әжеңіз аға, енді қыстың ақыры күні ғой, Бүгін концерт ақыры күні, мына қыс, онша қыстай болмады қасы, қарам жауады. Мына қыстың, нөгістің жауатын қары бар ма? Нөгістің жауатын қары мен алып атқан айлығыма сотаман ғой. Қалай сол? Азан да жауады, әбетке дейін жол болып кетеді. Нағыраны смайлы қойып кім қойған? Кім қойған? Сөйлесіп алайық. Қойған. Оң болсын. Омен, біздер дам жеткерсің. Біздер беттеріңізге смайлық қояйық. Рахмет. Қояқ дегенге өйтіп бетке қойып жіберген қолай сұрмады ма? Yaxşı yerlere ötmeme, basma yaşamayamam. Неге қойдың сен бетке смайлық қойып? На, қара міне, на. Өткен жыл. Бетке қойып жібердім. Неге себеп? Енді сондай болып қалды енді. Жаңағы сырлы мейман болсын деді, спонсор шығып қалды, сол папасы айтты, сол болды. Болады. Сенге жарасады ма? Жарасады. Сенде 30 миллион бар ғой. Ақша бар ғой енді. Ақша бар. Қарапайым бұқара. Құдай қаласа біздер концерт береміз. Құдай қаласа береміз. Біз жерде талант жоқ па? Талант бар Бар жерде. Сіз ана, сіз рөлдерді яман жақсы ойнайсыз ғой. Ана, ұялшақ қыздың рөлін ойнап беріп қандай болады? Ұялшақ қыздар ойын ойнайды. Ұялшақ қыздар тойда қайтып ойнайды. Жақсы, ананы ойнап беріп. Бар ма талант? Бар. Кредиті барларды ойнап беріп, тойда қайта ойнайды кредиті барлар. Ауылдағы жеңгелер қайта ойнайды.
Береміз. Құдай береміз. Вот, қарай. Командамызға озып кетерсің дағдай. Олай болса, Мегадағы баулингті ойнап болып, нәскилерін өзіменен ап кететін Пегас. Кетті! Sen менің қандай құрт екенін білесің ба? Адамдар мені шербей құрт дейді. Мені балық тұтынуға пайдаланады. Әй, сен мен қандай құрт екенін білесің бе? Халық біліп отыр ғой сен қандай құрт екенін. Бюджетінде ұлыма ақшасы жоқ, қатты арып қалған мектеп. Көреміз, белгісіз бір жерде даңқом халыққа жиналыс өткізбатаған ұсайды. Ал, келді ма? Бұқаралар келді ме? Ал, кімде қандай сорау бар? Берің бар қамат. Олыма суатқа сен тротуар оңланбаған. Тендерға Ай, Құдайға шүкір, істеп жатыр ғой жері. Істеп жатыр. Тыныш, қой. Қора бала ма? Не қылды жаңа? Құдайға шүкір, істеп жатыр ғой жері. Вот сондай сораулар беріңіздер, беріңіздер. көреміз, жеңісбек Биязов дискотеканың түпкі клубтарда қосып айтса, қалай болады? Мне не страшно, пойду исполнил я. Хаттыға мәдениет оқысылар, мөкістің үстінен үшіп бара тұрған сәді. Қытайшыдан құстарды орақ балға ретке қарап шетіп алайық. Анекдотты қай жерде айтуды білмей тұрған бала. Бір күні Москваның адамы, Түркияның адамы, қарпақты адам суда астында тұрып жарысқанда, сөйтіп Москваның адам 1 сағатта келе шыққан, Түркияның 2 сағатта келе шыққан. Қарақалпақты 3 сағат, 4 сағат отырып деп шыққан. Мал десе, бірінші орынды алды десе, аға, іштан біліп қалды деп айтады дейді жаңа. Машина барады зымырап, тоқтамас ойларым сенде. Атасы менен баласының сөйлесуі. Кімнің баласы? Кімнің баласы? Атасының баласы. Кімнің баласы? Атасының баласы. Әжесінің баласы дейсіз ғой. Атасының баласы. Әжесінің баласы. Атасының баласы. Әжесінің баласы. Атасының баласы. Ақлығының атасы. Кімнің атасы? Ақлығының атасы. Не басы, айтып атырма атасының басы. Әжесінің баласы. Атасының баласы. Әжесінің баласы. Бұрынлары кішкентай уақытымызда қонақ қайтқаннан кейін арақты минералды баклажканың ішіне құйып қоятын болған. Көреміз, ал сол арақты минералды сумен ішіп қойған бала. Бала. Ей бала. Ана. Әбжі, қайсысың сома, қайсысың сома, бір алайсың. Мен, мамамнан сен. Мынау неге онда күндері тұрды. Әкші, сен ұмытамын? Мама, әбжі қос берген, не? Күнделік әпересіз ба? Дәптер әпересіз. Ербат. Мүшкі әпересіз. Бірақ сіздерге берер бір ақылым. Ұрыспаң. Қан ұрыспаңыз. Ей, не жетпейді, сіздерге не жетпейді? Міне қара, үлкен балаң армияда жүр.
Кішкентай балаң міне енді 3-ші класс болып жатыр. Аға, енді қонаққа қайтқаннан кейін Мағлашке не үйіп отқан қарай кетті. Көреміз, Халқор ансамблінің балалары разбор керек. Жаңа балалар, тақта. Балалар келем істемеді ғой. Театр ғой өздері. Театр ма? Қане? Мыналарыма разборке шақырған. Ай, жігітлер! Ал мына жігіт ағасы. Балаларын разборкеге жинап келген екен. Алдыларын тосып сөзге салайық. Мағыл. Аспаннан бір қалта түсті теңге пенгесіменен. Разборкеге кеп қапты ғой жеңге пенгесіменен. Ауызына қарап сөйле. Сөзден шығады. Сөйлемесең неден шығады? Сөз пияздың қабығы, төбелессең зейінің ашылады деген. Дұрыс па жігіттер? Конкретно жігітше сөйледің бе жауап бересең енді? Жауап айтсаң ашыбай. Ши түбінен қашыбай. Жусаң жеген жылқыдай, әуліге берме құда бала, жүрегіңді басып айт. Аз қыттай тұрсақ шайыр болып кетеміз, қой төбелеспейміз. Қайт. Қорқты. Біздер қорқан жоқпыз. Біздер үстіндегі міне киімді бүлдіргіміз келмеді. Себебі бұндай. Себебі бұндай миллилік басқа елдерде жоқ. Әйтеуір мынау женский емес пе еді? Женский. Рахмет. Ғапыңыздың ақырында біз Қаратау командасына өз миннетдаршылығымызды білдіреміз. Не үшін? Себебі біздердің осы 10 минутлық таярлап келген концертімізге 2 сағаттық номер таярлап мейман болып жатқан үшін. Рахмет, сіздермен бірге болған Пегас Шоу командасы болды. Мейманларды шақырамыз.